Күні Вашингтонның орталық аренасына әйгілі Джон Сина келіп, таңдай қақтырар шоу жасап қайтты. Бұл жай ғана шоу емес, бұл миллиондаған адамды бала кезінен экранға байлап қойған WWE әлемі. Басынан бастап айтып берейін, ертемен келіп алдық, адам деген ығы-шығы, жанкүйерлер шоудан естелік болсын деп киім-кешек сый-сияпат алып жатыр. Тоңып біраз тұрдық та ішке кірдік. Арена қыз-қыз дайындалып жатыр екен, әсіресе эмоцияларды аулауға шебер операторлар буын-буын жазып жібітіп жатыр. Бір алақандай алаңды 10 неше адам жуып жүр. Атақты актер Джон Бернталда аттасын қолдауға келіпті. Сөйтіп, ақша нұран орындалды. Атырып отшашу болып күрес басталып кетті. Мұны америкалықтар регбиді футбол дегендей рестлинг деп, яғни күрес деп атайды. Қазақстан барысы грек-рим еркін күресті көріп өскен көз үшін ерсі сияқты, бірақ ақшта бәрі кішкене басқаша ғой. Оған театрландырылған акробатикалық жекпе-жек деген анықтама берсе болатындай сценарий бар дейтіндер көп. Ол рас, бірақ аренадағы сезімді ешқандай сценарий ойнап шығара алмайтын сияқты. Сөйтіп кезек Джон Синаға келді. Бұл жай ғана балуан емес. Ол тұтас бір дәуір. Балалар үшін батыр, үлкендер үшін ностальгия. Мансабындағы соңғы күресін Гюнтермен ашық айқасты өткізді. You can see me деп Джон ғана емес, бүкіл арена болып айқайлады. Бір-бірін көкпардағы серке сияқты алайда бұлай лақтырды. Шаршы алаңның ирені жаңғыра бергенде қашан тесіліп қалады екен деп алаңдадық. Бірақ күтпеген жерден Джон жеңіліс тапты. Жеңілсе де ардагер балуанды әріптестері сый құрметпен шығарып салды. Осы сәттердің бәрі шынайы эмоция. Драманы да, қақтығысы да көріп үлгердік. Ал ең бастысы арена болып тамаша көңіл күйге бөліндік. Америкалықтар осылай көңіл көтереді екен.